Danışpan bala. Үш аю ертегісі. Қалың орман ішінде, үлкен ағаш үйде үш аю өмір сүріпті. Олар әке аю, ана аю және бала аю екен. Тамақ суғанша орманда серуендеп келейік. Жақсы, кеттік. Алақай серуендейміз. Осылай үш аю алаңсыз серуендеуге кетеді. Сол күні Алтыншаш есімді кішкентай қыз орманда серуендеп жүріп, белгісіз бір үйді көріп қалады. Вау, қандай үлкен үй. Бұл үйде кім тұрады екен? Алтыншаш үйге жақындаса, есік ашық тұр екен, қызығып үйге кіріп кетеді. Үстел үстінде үш тостаған ботқа тұр екен. Біреуі үлкен, біреуі орташа, ал біреуі кішкентай еді. Иісі мұрын жарған ботқаны жегісі келіп кетеді. Алдымен үлкен тостағандағы ботқаның дәмін көреді. Оу, бұл ботқа тым ыстық. Одан кейін орташа тостағандағы ботқаның дәмін көреді. Бұл ботқа тым суық. Содан кейін кішкентай тостағандағы ботқаның дәмін көріп, Алтыншашқа ұнайды. Міне, дәл мен қалағандай. Ботқаға тойып алып жан-жағына қарай бастайды. Көзі бөлме бұрышындағы орындықтарға түседі. Бір-бірден отырып көргісі келді. Бұл орындық тым үлкен. Бұл орындық тым жұмсақ. Бұл орындық маған дәл екен. Бірақ кішкентай орындық сынып қалады. Алтыншаш орнынан тұрып, келесі бөлмеге кіреді. Бұл жерде үш төсек бар екен. Алтыншаш төсектерге жатып көргісі келеді. Бұл төсек тым қатты. Бұл төсек тым жұмсақ. Сөйтіп кішкентай төсекке барады. Ол Алтыншашқа ұнайды. Бұл төсек маған ыңғайлы екен. Шаршаған кішкентай Алтыншаш төсекте тәтті ұйқыға кетеді. Осы кезде орманда серуендеп жүрген қарындары ашқан аюлар үйлеріне келе жатты. Аюлар үйге кіріп бір түрлі жағдайды байқады. Менің орындығым. Қарыным ашты. Бұл кім болды екен? Орындықты сындырған, тамақты да ішіпті. Содан соң үш аю Алтыншаштың кішкентай төсекте ұйықтап жатқанын көрді. Қара мұны! Ұстаңдар, ұстау оны! Ушудан оянған Алтыншаш бөлмедегі аюларды көреді. Зәресі ұшқан ол терезеден жерге секіріп түседі. Қатты қорыққан Алтыншаш алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Аюлар қыздың артынан жүгіреді. Бірақ қыз ұстатпай кетеді. Аюлар үйлеріне қайтады. Ал Алтыншаш осы оқиғадан кейін бөтен үйге кірмейтін болыпты. Бұл ертегі бізге бөтен үйге рұқсатсыз кірмеуді және біреудің заттарын рұқсатсыз алмауды үйретеді. Сендерге ертегі ұнады ма? Тағы да қызықты ертегілер тыңдағың келсе, біздің арнамызға жазылып, бізбен бірге бол.